Жаңа ой. Қоғам пікірі. Жаңа Қазақстан. Жаңа ой бағдарламасының бүгінгі қонағы журналист, продюсер, отандық тележобалардың жүргізушісі, әрі радиоэфирдің тізгінін ұстаған талантты радиодиктор Аяна Габдуллина. Жаңа ойдың жаңа қонағы Аяна Габдуллина біздің студиямызда. Қош келіпсіз, Аяна. Қош көрдік, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Қалай жеттіңіз? Тамаша. Енді Алматының кептелісінен кейін кішкене кешіктім. Айыпқа бұйырмаңыз. Негізі уақытында жүретін адаммын ғой, уақытымен жүретін адам болған. Ештеңе етпейді, Аяна. Бүгінгі әңгімеміз негізі осы жастарымыздың, яғни студенттеріміздің шыжығы мен қызығына арналмақ. Жастарымыздың толғандыратын бір мәселелер бойынша талқылауға дайынсыз ғой? Дайынмын, әрине. Өте жақсы. Мен сүйікті тақырыптарымның бірі ғой. Өте жақсы. Журналистика. Жалпы сіз журналистсіз. 3 мамандығым бар. 3 мамандығыңыз бар. Біріншісі ол не? Техник бағдарламашы, программист. Екінші мамандығым журналистика. Үшінші мамандығым осы кауда менеджмент саласын меңгердім. Магистрсыз. Магистр. Керемет. Әмбебап. Жан-жақты. Өте жақсы. Аяна, енді осы журналистикаға тоқталсақ. Журналистика сіз үшін мамандық па, әлде кәсіп пе? Мамандықта кәсіпті деп айтуға болады. Менің ойымша қазіргі таңда кез келген адам өзінің қабілетіне қарай сол қабілеті арқылы ақша таба алады. Тіпті сен журналист бол, дәрігер бол, кім болсаң да кез келген адам сол өзінің қабілетін біле тұрып, сол қабілеті арқылы ақша таба алады. Еш нәрсе тегін жоқ қазір, заман сондай. Оған тіпті ренжіп те қажет жоқ деп ойлаймын. Қазақ Америка университетінде өзіңіз ұстаздық еткеніңізді білеміз, қанша жыл бойы жұмыс жасадыңыз? Қазақ Америка университетінің қабырғасы маған қатты ыстық. 2 жылдай шамамен жұмыс істедім. Бұл жақтың балалары маған да ыстық. Айналдырған 4-5 бала болған ке, басында сосын орыс группасы да қосылып, жақсы бір тамаша ұжымдай болдық, әріптестер ғой енді болашақ. Бала аз болғанмен, бірақ дегенмен де олардың талпынысы мықты көрінді. Тек оларға кішкене талшөп керек болды. Бізде университет қабырғасында өкінішке орай теориядан гөрі практикаға көп көңіл бөлмейді. Практика өте маңызды студент үшін. Университетте сізге тек қана мына үй салған кезде тасын қалап береді, фундаментін қалап береді. Қалған үйін салу әрбір студенттің өзіне байланысты деп ойлаймын. Көп студенттер айтады, университетті оқыған жоқ, еш нәрсе үйренбеген сияқтымын дейді. Ол деген мұғалімдер кінәлі емес оған. Ол өзінің талпынысына байланысты. Сен талпынбасаң, сырттан ізденбесең, сен әрине маман шықпайды. Ең бірінші ниет талпыныс. Ал талпыныс бізден, жетістік ол жаратушы. Әрине, әр адамның өзінің ниетіне байланысты ғой. Әрине. Ниет болмаса, мамандыққа деген сүйіспеншілігің болмаса, сен сол сала бойынша жетістікке жете алмайсың. Ең бірінші жалақыдан гөрі, әсіресе журналистикада жұмыс процесі қызығырақ. Жұмыс процесіне сүйіспеншілікпен қарауың керексің. Ал кез келген тіпті мамандық бойынша жұмысты сүйіп істесең, ақшаны екінші орынға қойсаң, бәрібір бір күні болмасын, сол сенің еңбегің бағаланады. Алдыңнан шығады. Алдыңнан шығады. Өте жақсы, келісемін. Аяна, дұрыс айтасыз. Енді осы Қазақ Америка университетінде жұмыс жасап жүргенде, ұстаздық еткенде, қандай да бір күрделі мәселелер туындады ма, қиындықтар болды ма? Теориялық білімнің басымдылығы дедік, Теориялық білімнің басымдылығы 4 қабырғада отырып бір нәрсені бірнеше рет қайталап бермеуі, және де менің ойымша маманның жетіспеушілігі де болды. Содан соң біз секілді практиктерді сырттан шақырғанында сол деп ойлаймын. Бірақ жаман ұстаз жоқ. Әр ұстаздың өзінің методикасы бар, үйретуі бар, энергиясы бар. Білесіздер, мен келген кезде, мен өзіме кезінде, студент кезінде маған не жетіспеді, соны оқушыларыма беруге тырыстым. Менің кезінде практика жетпеген. Мен оқып жүргенде мен аш болатынмын. Яғни, мына кофені ішсем де, мынау деген білім ғой. Тауыссам да, бірақ бәрібір аш болатынмын. Сондай нәрсе болды. Сол үшін балаларға нені көрсету керектігін өзім арқылы өткіздім да. Балаларға қолымен ұстап, көзбен көру керек екен. Содан кейін барып, мамандығына деген сүйіспеншілігі пайда болады. Ол мамандық оған керек пе, керек емес екенін өзі айқындайтын болды. Сол кезде сондай дүниелер болды. Ал былай негізі коллектив өте тамаша, студенттер де өте жайлы, мұғалімдер де бір жассың деп төменсітпеді, бір жақсы жері сыйлады, кішіге ізет көрсетіп.
ғылыми дәрежең жоқ деп кемсітпеді. Мен де бірақ өз-өзімді кемсітіп жүрдім. Сол кезде сосын қойшы деп мен де Қазақ Америка университетінің магистрлық дәрежесіне дейін оқып бітірдім. Алдыңғы жылы 34 жасымда магистр маман атандым. Көрдіңіздер ғой, оқу ешқашанда кеш емес. Тіпті шет елдерде, мысалы Америкада да 40 жаста магистрский дәрежеге енді оқып жататындар да бар. Араларымызда да төңірегімізде де енді бакалаврды бітіріп, содан соң бай балашаға деп, отбасына көңіл бөліп, оқуды кейін ысырып, енді 40-қа толған кезде мамандық меңгеріп жатқан әйелдерді көріп жүрмін. Ол өте дұрыс, ешқашан оқудан қашпау керек. Оқу ол деген ең үлкен байлық, білім байлық. Байлық сен бизнесіңді біреу алып кете алады да, біліміңді ешкім алмайды сен. Ол сенің миыңда қалады. Ол басты капитал дейсіз ғой? Басты капитал, дұрыс. Енді диктор сөзі, диктор сөзі негізі қолданыстан әлдеқашан шыққанын бәріміз білеміз. Қазір олардың барлығы тележүргізуші, радио жүргізуші, сіз теледе, радио жүргізуші болсаңыз. Енді осы орайда жалпы Қазақстанда, тәуелсіз Қазақстанда заманауи дикторлық мектеп қалыптасты деп есептейсіз бе? Қалыптаспады. Неліктен? Мектеп кәдімгі оқытатын жер ма әлде қалай? Жалпы дикторлық мектеп бар ғой, оқытатын орда емес. Жалпы, біздің, мысалы Совет одағында кәдімгідей мықты дикторлар мектебі болды. Ой, тамам. Әнуарбек Байжанбаев сынды, Сауық Жақанова. Менің ең сүйікті кезінде Қазақ радиосына ертегі тыңдап ұйықтаған, Зәмза Гүләжейдің ертегісін тыңдап ұйықтайтын, қызығатынмын, олай қалай сөйлеген мына тәтті үніне мен ғашық болып ұйықтап та қалатын, содан кейін інілерімізді ұйықтататын солай. Ол кісілердің дауысы алтын әріппен таспада біздің жалпы тарихта қалады деп ойлаймын, және де ешқашан ол ұмытылмайды. Өз-өзін сыйлайтын журналист, тіпті бізден кейінгі адамдарда, бізден кейінгі оқушыларда сол кісілерді білу керек деп ойлаймын. Қазақ телевизиясына, қазақ дикторлығын олар алып шыққан бірінші жүргізушілердің бірі. Біз деген кейін ұрпақ. Алтын қорға сақталған дауыс. Оларға жету қайда енді. Ал қазіргі жағдайға не айтасыз? Қазіргі жағдайда мен ешкімді, енді не себеп осы қалыптасқан? Қазіргі жағдайда өкінішке орай радио жүргізушілер мен тележүргізуші бір-бірімен араласпайды көп. Өкініштісі. Осындай да үрдіс бар ма екен? Ондай да бар. Бірақ енді айналамызда 5-6 адам бар, бір-бірімізбен араласатын, бір-біріміздің қателігімізді түзетіп отырамыз. Енді жағылмайтын жағы жоқ, сүрінбейтін тұяғы жоқ. Кейде қателесесің, онда болып тұрады. Сол кезде бір-бірімізді түзетіп, бір-бірімізді жанашырлық танытатын жүргізушілер бар. Бірақ кейбір жүргізушілер, біз ортаға қосылғысы келмейтіндер де бар. Немесе радио жүргізушілерді телевизия саласына шақырсаң қорқатындар да бар, өкінішке орай. Көрдіңіздер ме? Бірақ радио жүргізуші телевизия саласында оңай істей алады да, ал телевизия саласындағы адамды радиоға алып келіп қойсаң, олар істей алмайды. Неге? Кішкене қиналады. Өйткені радиоға керегі импровизация. Олар деген айтылған сөз атылған ол. Ол жақта қателесу жоғынан. Телевидениеда қалыптасып қалған ереже, рамка. Алдыңа суфлерді қояды, соны оқып беруің керексің болды. Бірақ телевизия соңғы кезде де қазір суфлерсіз жұмыс істеп жатқан қаншама мықты азулы тілшілерді, тісқаққан тілшілерді көріп жүрміз. Бар ондайлар, керемет. Бірақ телевидение мен радионың атмосферасы екі бөлек. Бірақ радио жүргізушілер байқағаным телевидение жұмыс істеп жүргені өте аз. Бірге алып жүрген адамдар аз. Ал радиода жұмыс жасап жүрген адамдар телевизия саласын аңсай ма? Әлде телевизия саласында жұмыс жасап жүрген адамдар радиоға барғым келеді? Телевизия саласындағылар... Мысалы, өзіңізге келетін болсақ. Мен аңсаған жоқпын, шын айтайын. Мен жүргізуші болам деп аңсаған жоқ. Мен қазір әлі күнге дейін аяна таңдау жасаңыз, телевизия ма, радио десе, мен радионы таңдаймын. Өйткені мен радионың адамымын. Мен бала кезімнен арманым радио жүргізуші болу болған 15 жасынан бастап. Әлі күнге дейін мен 14 жыл болды осы салада. Әлі күнге дейін мен оған ғашықпын бұл салама. Бірақ мен еңбек демалысына шыға алмаймын, адам құсап демалмаймын үшін микрофонда сөйлемесем таңдаймын, күлмесем маңдайым ауырады. Ал телевизияда әрине оның да өзінің бір кереметтілігі бар ғой. Шақырған жерден қалмаймын, шақырмаған жерге бармаймын. Әйтеуір менің еңбегімді ескеріп, сөйлеген сөзімді, өзімнің ойымның, пікірімнің бар екенін біліп, продюсерлер белгілі бір жобаға шақырып жатады. Солардың енді жобаларында аутсорс бойынша
тапсырыс бойынша келіп жүргізіп кетемін. Әр саланың өзінің бір ерекшелігі бар дейсіз ғой. Жақсы. Кез келген мамандықтың өзінің ерекшелігі. Радионы жаныңыз сүйіп отырған белгілі. Осы орайда радионың маңыздылығы қандай қазіргі таңда? Кейбіреулер радионың дәуірі өтті, радионың болашағы жоқ деп айтып жатады. Дедіміз осыдан 5 жыл бұрын радио болды, бітті деп ойлаған. Бәріміз де солай ойлағанбыз. Бірақ адам жаңашылдықтан да шаршайды екен. Байқасаңыздар, бұрынғы 80-ші жылдардағы, 70-ші жылдағы киімдер қайтып модаға кіріп жатыр ғой. Сол сияқты радио станциялар қайтып модаға кіріп жатыр. Өйткені адам флешкадан шаршайды, ютубта қарап шаршайды, радиодан разнообразие дейді ғой. Соны радиодан тыңдағысы келеді. Және де радионың да қазір кішкене деңгейі жоғарылады. Бұрынғы кезде мысалға шоумен, асабаларды ала беретін еді, қазір кішкене мамандығы бар, тіл байлығы да бар, жүргізушілерді алып бастадық. Бұрынғы кезде талантына, енді кейбір жастар болады, туға бітті таланттар болады да, сөзге шешен. Бірақ бәрібір бізде білесіздер ғой, сөйлеу мәдениеті, эфирде өз-өзін ұстау, ол бөлек мәселе. Оны үйрету керек. Біреу ұсталса, біреу ұсталмайды. Кейбір мысалға шоумендер той ұқсап жүргізіп кетеді радионы. Олай бізге керек емес. Бірақ оның өзінің форматы бар, той думан радиосы бар, мысалы. Ол жақта тойдың әндерін тыңдауға болады, тойша жүргізуге болады. Ал біздің мысалға русское радио, Европа плюсте әр радионың өзінің форматы бар ғой, және де сол формат бойынша сен бағынуың керексің сол форматқа. Сол бойынша жұмыс істеу. Ол да біз үшін бір Қазақ-Америка университеті үшін қуантарлық жағдай. Биыл осы біздің түлегіміз Мадияр Болатұлы Той думан радиосының тізгінін ұстап келе жатыр. Ол біздің шәкіртіміз. Осыған қуанамыз, сіздің де шәкіртіңіз. Осыған қуанамыз, мақтанамыз. Бұл өте бір жақсы бастама деп білемін. Құдай қаласа мен де осы Мадияр Болатұлын өзімнің командама алғым келеді. Өйткені біз екеуміз бір-бірімізді көрген жоқпыз әлі, бірақ әлеуметтік желіде араласып сәлем іздеу. Өте талантты балдардың бірі, және де оны тәрбиелеп шыққан Қазақ-Америка университетіне рахмет айтамын. Және де ол бала Құдай қаласа ең үлкен холдингте менімен жұмыс істейді деп ойлаймын. және де біздің енді жас қой, біз енді 35-ке келдік, өмір бойы микрофон ұшында отырмаймыз ғой. Әрине. Шәкірттерді тәрбиелеу керек. Өзімнен кейін мен бір тыныш, жақсы бір өзінің мамандығының майталманын тастап кетіп, сосын тыныш демалғым келеді. Демалғанда қайда барасыз? Енді мен немен айналысам деп ойлайсыз? Мен қазір біліп жүрсіздер, соңғы кезде нумерологияға бет бұрып жатырмын. Ғылымға бет бұрып жатырмын. Енді бірақ осы 3-4 жыл бойы әлі радиода боламын. Содан кейін енді Құдай көрсетеді, білмеймін. Бірақ 40 жасымда радио жүргізуші болып та отырғым келмейді. Бірақ дегенмен де ойлаймын да, шетелдіктерде в эфире деген киноны қарасаңыздар, 50 жастағы ер азамат радио жүргізуші. Америкадағы ең мықты радио жүргізуші, ол болған оқиға желісінен түсірілген фильм. Оларда 30-дан бастап 50 жасқа дейін радиода жұмыс істейді екен. 20 жастағы жастарды алмайды, олар өмір көрмеген дейді. Ал мына сол тенденция бізге енді келе жатыр. Енді білмеймін, енді алдыңғы жыл мен шығып кеткім келді радиодан. Бір демалыс керек болды ма, жаңашылдық керек болды ма, ізденіп жүрген кезде нумерологияға бет бұрдым. Содан кейін бірақ екеуін алып жүруге тура келді. Неліктен? Өйткені мен радиосыз өмір сүре алмайтынымды мен сездім де, білдім де. Бір ай демалыс берді маған бастығым. Бір ай демалып келші, ойланшы деп. Бір айға жетпестен мен радиосыз болмайды екен деп қайтып келдім. Сондай мәселелер болған. Қызық енді. Жақсы. Енді тікелей эфирдің алғаш рет тізгінін ұстаған кезіңіз есіңізде шығар, ұмытылмас сәт қой. Негізі ең бірінші микрофонмен қайда таныстым мен. Ақтөбе политехникалық колледжінде 2-ші курстың студенті болдым, ол кезде жасым 16-та. 16-ға қараған, 16-тан 17-ге қараған шақ радиорубкамыз ашылған сол кезде. Енді мен деген спортмен де айналыстым 15 жыл. Қазақстанның 2 дүркін чемпионымын ғой, спорт самбодан. Медальдар алып келіп жүрдім, колледж өміріне белсене қатысып жүрмін. Содан кейін радиорубкаға бір пысық қыздарды жинады, қыздың дауысын. Енді бірінші белсенді болып жүргеннен кейін жүр Аяна деді маған. Сосын микрофонмен сөйлейсің. Мен микрофон мүлдем ойламаған, жүргізуші болам деп, ешқашан микрофонның алдында жұмыс істеймін деп ойламаған. Мә саған микрофон, мә саған текст, сөйле деді маған. Болды, ешкім үйреткен жоқ маған. Зырылдап оқытып шықтым, записке басты, таспаға басқаннан кейін өзімді тыңдап тұрсам, бұл қандай тамаша.
менің дауысымды бүкіл колледж естіп жатыр деп аң-таң қалдым ғой. Енді менің дауысымды бүкіл Ақтөбе естісе арманым жоқ деп арман пайда болды. Сол арманым енді асқақ болғаннан кейін өзім радио жүргізушілердің есігін қағып, сол жақтағы тандем радиосында 17 жасымда жұмысқа тұрған едім. Өзіңіз іздендіңіз. Өзім іздендім. Иә, мына 10 есікті қақсаң да біреуі ашылады. Әрине, иә. Кейбірлер бір жұмыстан алмаса үміт үзіледі ғой. Үміт үзбеу керек. Ең басы мына жердегі ниет қой. Иә. Ниетіңе байланысты. Құдайдың жазғаны болады дейсіз. Кейін жергілікті тандем радиосына жұмыс істеген кезде ол кезде вареники деген бағдарлама болды, құттықтау сазы бағдарламасы. Ол жақта енді текстпен шығатынбыз. Енді бірінші рет тіл байлығым жоқ менің. Соңғы рет әдебиетті оқыған. Енді санбесті әдебиетті қашан оқысын? Уақыт жоқ, кітап оқитын мүлдем. Бірақ менің атам, нағашы атам географ, мектепте 40 жыл бойы сабақ берген ғой. Ол кісі мына хабар агенттігінде қандай жаңалықтар болды, сол жаңалықты маған түсіндігіңе айтып бер, әйтпесе тамақ бермеймін дейтін. Сондай кісі болатын да, сол кісінің тәрбиесінің арқасында тез алып кеттім мен. Мына сөйлем құрастыру негізі шығармаға жақсын болғанмын өзім. Мектеп кезінде де колледжде шығармаға жақсы болғаннан кейін сол шығармаға сүйене отырып, связка деген нәрсені үйрендім. Связка деген радио жүргізушінің халыққа айтатын бір 5-6 сөйлемнен тұратын қысқаша байланысы, иә? Байланысын айтады. Сол нәрсені жазып үйренгеннен кейін бірінші эфирге шығып, алдымда текст тұр. Оқы алмай аң-таң аузыма құм құйғандай болдым. Сондай кезім болды. Сосын өшіріп тастап микрофон. Менің шифуым ұрсып, әй сөйле, сен сөйлей аласың. Сен менімен қалай сөйлесіп отырсың, сен солай сөйле. Менің кезімде андай жіңішке дауыстар модада болатын. Дауыстар арқылы бейнеленген Жан Сарай русская радио сіздермен бірге мен Аяна Габдуллина деген сияқты дауыс болатын да. Сосын маған ұрсатын, әй сенің дауысың ондай емес, сенің дауысың грудной дауыс бар. Сен менімен қалай сөйлесіп отырсың, сен солай сөйлесің. Табиғи дауысың бар екен, менің шифуым айтуынша. Сөйтіп, сен өмірде қалай сөйлейсің, сен солай сөйлеуің керексің. Радио жүргізуші, радио тыңдаушыны сен ешқашан алдамауың керексің. Сен өз-өзіңді көрсете білуің керексің. Иә. Ешқашан олар сезеді алдап отырғаныңды. Халықты алдай алмайсың. Халықты алдай. Олармен қаншалықты шыншыл болған сайын соншалықты сізді тез қабылдайды. Солай үйрендім. Жақсы. Енді бүгінгі студент ол ертеңгі маман. Оған келісесіз, иә? Келісемін. Осы орайда студенттің алдында қаншама кедергілер кездесіп жатады. Мәселен, студент дипломын алған соң жұмыс орнына барады. Жұмыс орында тәжірибең жоқ деп айтады. Сабақ оқып жүріп жұмысқа барсаң, ол жерде кедергі. Дипломың жоқ, немесе жалақы тым аз. Осы орайда студенттер не істеу керек? Жас буын қайда барады, қандай бағыт алады? Енді қараңыздар, мен шын айтайын, оның негізі бір формуласы жоқ. Просто орысша айтқанда, нужно быть в нужном месте в нужное время. Солай. Иә, және де көбірек араласу керек адаммен, деңгейің жоғары адамдармен көбірек араласу керек. Қай ортада сен қалыптасқың келеді, сол ортамен таныса білуің керексің. Өз-өзіңді көрсетуің керексің. Сен жұмысқа тұрма, сен адамдармен сөйлес. Сен өз-өзіңді көрсет. Иә. Сен арманыңды айт, мақсатыңды айт. Біреу естиді, біреудің есіңде қаласында, ай, сен жүргізуші болып едің ғой, хабарласады саған. Ондай бар негізі чудо. Ондай да бар, иә. Дұрыс айтасыз. Мүмкін сол бағыт дұрыс шығар, иә. Сосын бірінші курс болсаң да, опытым жоқ деп ешқашан ойымдамау керек студент. Практикаға болса да, қазір өкінішке орай, мен деген осыдан 3-4 жыл бұрын, мен өзім басқа университетте сабақ беріп жүрген кезде, бір бала болатын, мен студент, дауысы өте тамаша, жуан, гүрілдеп қалған. Сол баланың жұмысқа алғым келген кезде бірінші жалақын сұрады менен. Екінші курс студент. Сосын мен кейін хабарласам деп қоя салдым. Жалақ, бұл деген радио жүргізуші болғысы келмейді, ақша тапқысы келеді. Сіз соны сезіп қойдыңыз? Сезіп қойдым. Ал радио жүргізушілер көп ақша таппайды. Әрине. Журналистер қашан соңғы рет көп ақша алды? Соны айтамын. Журналистер ешқашан бай болмады. Иә. Бірақ енді өз-өзіңнің жеке программаларың болса, өз-өзіңнің ары алып кете алсаң әрине. Бірақ жалақыға жұмыс істейді. Ал журналистикада, жаңа мен жоғарыда айтып кеттім, ең бірінші сізді қызықтыратын жұмыс процесі болу керек. Сен жұмыс процесінде 100% өзіңді сол кезде нәтиже өзін-өзі ақтайды, иә? Ақтайды. Бір күні болмасын, бәрібір ақтайды. Дұрыс. Құдай бар ғой. Әрине Құдай бар. Енді осы дауыс, дикция қоюдағы басты құпия неде? Өзіңіздің бір ерекше әдіс тәсілдеріңіз бар шығар? Құпия болмаса. Мен негізі дауысты шығаруға болады. Кез келген адамның дауысы бар. Иә. Жаңа жоғарыда айтып кеттім, мен сөзімді байқап отырсаңыздар, адам өзінің даусымен жұмыс істеу керек.
табиғи дауысың. табиғи дауысың. Иә. Оны өзгертпеу керек. Ең барысы сенің дауысыңның үні емес, сенің не айтатыныңда. Оны қалай жеткізетінің маңызды. Иә. Сен дауысың дұрыс болмай ақ қойсын, бірақ не айтасың, және де халыққа оны қалай жеткізесің. Жеткізу мәнерің, айтатын сөзің бәрі 100% күшті болу керек. Сол кезде дауысың өзіңмен өзі қалыптасып кетеді. Ал сізде қандай әдіс тәсілдер бар? Қолданатын, күнделікті қолданатын. Ешқандай әдіс тәсіл жоқ. Ондай жоқ па? Мен қандаймын, қалай бармын, мен сондай. Күнделікті өмірде қандайсыз, эфирде де сондайсыз. Дәл сондай. Мен ауырып отырсам ауырып отырмын. Мен жылап отырсам жылап отырмын. Мен ішім ауырып отыр десе, ішім ауырып отыр деп айта саламын. Мен алдамаймын халықты. Иә. Мен сондаймын. Иә. Мен бүгін еріншек болып отырмын, жалқауланып отырмын. Алдағы 40 минутта эфирге шықпаймын. Музыка тыңдаңызшы деп мен музыка оқып қоямын. Мен сондаймын. Мүмкін сол үшін де сізді жақсы көретін шығар халық, иә? Мүмкін енді жақсы көріп ескеріп жатса, әрине бақыт қой ол деген. Сол халық үшін ғой бәрі, халықтың қошеметі бізді шабыттандырады. Иә. Енді телевизиялық бағдарламаға оралсақ, сіз сан сауал бағдарламасының тізгінін ұстадыңыз, иә? Продюсері болдыңыз ба? Жоқ, мен жүргізушісі болдым. Жүргізушісі болдыңыз. Иә. Осы бағдарламада түрлі сан сауалды тақырыптарды қозғап үлгердіңіз, иә? Қиын, күрделі, қоғамдық маңызы бар, маңызы зор тақырыптарды қозғап үлгердіңіз. Осы орайда қандай сіз үшін осы қиынға соққан жоқ па? Кез келген жалпы тележүргізуші бағдарламаның, белгілі бір бағдарламаның тізгінін алған кезде қиындығы бар. Бірақ мен өзім ойын сауықтық бағдарлама жүргізгеннен кейін мен үшін әлеуметтік бағдарламаны жүргізу қиынға соқты, рас. Мен 4 күн бойы 17 программа түсіріп тастаған кезде оң аяғым істемей қалды. Өйткені ол жақта әлеуметтік тақырыптарды қозғадық. Жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсауы, буллинг, әкеше үйдегі зорлық зомбылығы сынды. Өйткені өзім де басымнан өткеннен кейін барып, мысалға мен через себя өткізгеннен кейін, орысша айтқанда, өзім кішкене көтере алмай қалдым да. Оң аяғым істемей қалды. Оған моральды түрде дайын болу керек екен. Және де көрдіңіздер ғой, мысалға медицинада да өзінің саласы бойынша әрбір адам мықты ғой. Мысалға мен радио жүргізу саласында кішкене еркін сезіне алсам, әлеуметтік бағдарламаны барып тығып қойды да, мені қиналып қалдым кішкене. Бірақ бұл да бір үлкен тәжірибе болды. Әрине. Кейін иммунитет қалыптасты. Алдағы уақытта жүргіземін деп ойлайсыз ба? Құдай қаласа, енді дайынмын деп айта аламын. Жақсы. Саяси науқан басталды, жақын арада өз мәресіне жетеді. Енді өтірік айтпай қояйық, өзіңіз де біліп жүрген шығарсыз, қаншама адам өзінің кандидатурасын ұсынып, депутаттықты аңсап жүрген қаншама кісі бар, иә, қоғамда. Барлығы депутат болып кеткендей сезінеміз қазіргі таңда. Енді осы орайда өзіңіздің кандидатураңызды ұсынуға тырыспадыңыз ба? Мен тырысқанда жоқпын, негізі ойлағанмын ол туралы. Ойладыңыз. Ұсыныстар болды ма? Болды. Бірақ мен деген еркіндік жақсы көреді екен. Мен ешкім аузымын жаптырған қаламаймын. Өйткені сен саясатқа барғаннан кейін сен бағынышты боласың біреуге. Сен біреудің сөзін сөйлейсің. Еркін, осылай әлеуметтік желілерде өз ойымды айтып, халықтың қасында жүргенге не жетсін марқайып. Енді қазір дайын емеспін. Егер де осы Құдай қаласа 10 жыл, 15 жылдан кейін мемлекетте өзгереді, мүмкін мемлекет басшысы да өзгереді, саяси жағы да өзгеру мүмкін, депутаттардың өз айтатын пікірлерде еркін айтылу мүмкін. Сол кезде болмаса, қазір емес. Қазір дайын емеспін. Оған менің ойымша үлкен тірлік жасау керек шығар деп ойлаймын. Мен әлі қоғамға еңбегім сіңірмек деп ойлаймын. Қандай қасиеттерге ие болу керек осындай кандидат? Мен білмеймін, шын айтайын, білмеймін деп айта алмаймын. Сіздің арқаңызда, сіздің бейнеңізде тұрған бір керемет депутат ол кім? Өз пікірін айтудан қорықпау. Иә, бір. Қазақ тілін, орыс тілін, ағылшын тілін жетік меңгеруі. Үшінші, және де айтылған сөзін уақытында орындауы. Сосын жиі халықпен кездесіп, олардың мұң-мұқтажын тыңдай білуі. Қазір енді депутаттар халықтың артынан жүгірсе, кейін сайланғаннан кейін халық оның артынан жүгіреді. Әрине, қалыпты жағдай. Ал ондай мен болғым келмейді. Білмейміз ғой ол жақта не болып жатқанын. Мен білмеймін, мен саясаткер емеспін, мен саясаттанушы емеспін. Ол жақтағы кухнясы қандай екенін білмеймін. Сол үшін мен әзірге қорқам, әзірге менде зақ депутаттар бола берсінші. Көп қой, сонарақ болсыншы. Сізде жетеді дейсіз. Жетеді. Бірақ енді осы жол үмітіміз бар. Жақсы мен деген
мықты жастарда сайланып жатыр. Сене үміт бар. Мысалы Дәулет Мұқаев сынды халыққа қаншама енді еңбегі сіңіріп жатқан жастар бар. Соларға сеніп отырмыз енді. Бірақ дегенмен де мен айтарым осы жерде камерам пайдаланайыншы, халыққа айтарым, жастарға да айтарым. Мемлекетке қарап, мемлекетке қол жаймаңыздар. Әркім өзіне сену керек. Мемлекетке қол жаймаңыздар. Мемлекет ол тек қана сен. Сен қалыптасаң, мемлекет қалыптасады. Сен қалыптаспасаң, мемлекет қалыптаспайды. Өте жақсы ой. Отан әрбір адамнан басталады. Оның жақсы қалыптасуы және де оның жетуі, дамуы әрбір бір адамнан басталады. Және де ол деген бер дей берсең, сен қалай береді ол саған? Сен өзің дым бермесең, дұрыс па? Сен халыққа бірдеңе беруің керексің. Өмірге белгілі бір миссияңды білуің керексің. Титтей болса да бір 10 адамға сенің пайдаң тиюі керек та. Дұрыс. Сондай кезде. Дәл осы жағдайда жаңа Қазақстанды құрса болады, Әркім өзінің ісін біліп, әркім өзінің мамандығының иесі болып, жақсы пайдалы істер жасап жүрсе, жаңа Қазақстанды жақын арада құрамыз деген ойдасыз ғой? Құдай қаласа, әрине қазір жастар жан-жақты, қазір 2000-нан бері қарай туылған балалар өте ерекше, индивид, тұлға өзінің ойлары бар, пікірлері бар, ерте қалыптасып жатыр олар. Олар өз пікірін, ойын айтудан қорықпайды, коммуникабельный, ұйымшыл, кез келген жер тез алып кете алады. Менің ойымша болашақта жақсы өз ісінің маманын, майталмандарын, саясаткерлер де, бизнесмендер де, мықты журналистер де, осы әрбір адам өзінің саласына үлкен бір еңбек, жаңалық ашады деп ойлаймын. Із қалдырады деп ойлаймын. Біз де үміттенеміз осыған. Енді осы кәсібилікпен байланысты, қандай тағы да арман мақсаттарыңыз бар? Арман шексіз. Ол деген армандай берсең, айға да бара бересің ғой. Мақсат. Бірақ мен мақсаттарымды ешкімге айтпаймын деп шештім. Ұлы істі үндемей істе дейді ғой. Счастье любит тишину деп айтпақшы, Дұрыс. Сол үшін Құдай бұйырса дейікші. Құдай амандық берсе, қолымыздан келгенше істейміз. Өте жақсы. Лайым солай болсын. Енді әлеуметтік желіге келсек, әлеуметтік желіде сіз енді белсенділік таныта бермейсіз. Әсіресе мынау жеке өміріңізге қатысты, Мүлдем айтпаймын. Мүлдем айтпайсыз. Осыны айтқым келіп отыр. Фолловерлеріңіз көп. Олар да енді күтеді ғой, сізден бір жақсы, жағымды жаңалық, осы Аянаның сырғалымы қашан болады екен деген сияқты бір ойлар бола ма? Қашан болады осындай жаңалықты, қашан естиміз? Құпия болмаса. Бір күні сенбі күні тұрмысқа шығам. Құдай берем десе бір айдан кейін береді ғой. Сенбінің бір сәтті күні дейсіз ғой, Құдай берем десе береді, бермесе бермейді. Мен Құдайдың бергеніне, бермегеніне шүкір айтамын. Еш қайыққа асықпаймын. Маңдайыңа жазылып тұрса ертең ақ береді. Жазылмай тұр ғой. Сіз солай ойлайсыз. Бірақ әрекет жасап жатырмын. Жақсы. Ол да бір жақсы. Әйтеуір үміт кішкене болса да бар, әрекет жасап жатырмыз. Үмітсіз шайтан демекші. Енді көрерміз енді. Жақсы. Алса алар, алмаса қайтеміз енді. Жоқ, әрине алады. Сіздің бақытыңыз әлі алда деп сенеміз. Мен ойлаймын да, тұрмыс құру әрине әрбір әйелдің парызы, балалы болу, шағалы болу. Бірақ бұл өмірдегі миссия емес. Бүкіл әлем бір ер азаматтың айналасында айналып жатқан жоқ. Егер де кейбір мысалы 40-қа толмаған, әлі де тұрмыс құрмаған қыз келіншектер көп қой, қыздар көп. Ажырасқандарда тұрмысқа шығып бақытты болам деп ойламаңыздар. Бақыт мына жерден басталады. Сіз өз-өзіңіз бақытты болуыңыз керек бірінші. Өмірдегі сіз осы күнге дейін тұрмысқа дейін белгілі бір істі жасап, белгілі бір мамандықтың иесі болып, қоғамда бір мен деген атыңды шығаруың керексің деп ойлаймын да. Ол танымалдық емес. Адам болып қалыптасуың керексің да сен. 18 жасқа толып кетіп қалмайды. Негізі. Қазір заман бөлек, шын айтайын. Қазір асығып қажет емес тұрмысқа. 25-ке дейін қалыптасшы, не үшін оқыдың, жұмыс істеші, қоғаммен араласшы. Кішкене кругозорың көнеді, көзің ашылады, көкірегің оянады, тұрмысқа үлгересің. Жастарымыздың құлағына алтын сырға.
Габдуллина бізге келе жатыр екен деп Әлі танимай әбден ма? қуанды. Иә, студенттеріміз осы сізге арнап арнайы кәдімгідей блиц сауалнама жасаған екен. Осы блиц сауалнамаға қысқа да нұсқа жауап берсеңіз. Журналистің бірінші жауы не? Еріншектік. Өзіңізді тәуелсіз журналистпін деп санайсыз ба? Санаймын. Жаныңызға жақын сала телевизия саласы ма, әлде радио? Радио. Бұқаралық ақпарат құралдары төртінші билік пе, әлде халық пен билік арасындағы көпір ме? Халық пен биліктің арасындағы көпір. Алғашқы махаббатыңыздың есімін атай аласыз ба? Бауыржан. Әлеуметтік желідегі фолловерлеріңіздің саны қанша? 117 мың. Басыңыз бақыттан жиі айналады ма, әлде жұмыстың көп болғанынан ба? Жұмыстың көп болғаннан. Өзіңізді қалжың түсінетін адамдардың қатарына жатқызасыз ба? Жатқызамын. Әріптестеріңізге қызғаныш сезіммен қараған сәттері болды ма? Болды. Қызығып қараған сәттерім болды. Ұялы телефонмен сөйлескен ұнайды ма, әлде хабарлама алмасуды жөн көресіз ба? Хабарлама алмасын жөн. Алғашқы жалақыңызға не сатып алғаныңыз есіңізде ма? Ұялы телефон. Студенттік шағыңызға қайта оралғыңыз келеді ма? Келеді. Өзіңізді тәжірибелі көлік жүргізушімін деп санайсыз ба? Жоқ. Көп рахмет. Сұрақтар қызықты деп ойлаймын. Аяна, Абай атамызды жиі оқисыз ба? Иә, ұлағатты сөздерін жиі оқимын, және де оны зерттеуге, ашуға тырысамын, эфирде бөлісемін. Жақсы. Осы Абай атамыз айтпақшы, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста деген екен. Сіздің енді Абайдың даналығы дарыған көрініп тұр. Осы сұхбат біз үшін бір керемет сәт болды деп айта аламын. Және осы Абай мүсіні сіздің кабинетіңізде тұрсыншы. Осы бізді Абай мүсініне қарап, бізді есіңізге алуыңызды сұраймын. Рахмет, Еңілхан. Сіз білесіз ба, ең бірінші адам сіз кабинетіңізде тұрсын деп, мен әлі кабинет ашқан жоқпын. Сол кабинетіңіз болсын. Мүмкін маған Алланың өз аузыма салып қойған шығар. Рахмет көп. Өте тамаша, құнды сыйлық. Жақсы, рахмет. Келгеніңізге көптен көп рахмет. Достар, жаңа оймен жаңа Қазақстанды құрайық. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.